Егер мен суды газға қойсам, ол қайнайды. Достар, бұл zero conditionals. Яғни, қандай да бір нақты іс, әрекет. Сәлем достар, біз бүгін сіздермен zero conditionals өтетін боламыз. Яғни, қандай да бір ақиқатты көрсететін іс-әрекет zero conditionals. 100% шындық, рас, нақты болатын әрекет. Яғни, ешқандай өтіріксіз, қоспасыз шындық. Мысалы үшін, мына жерде рас қой, біз егер суды газға қоятын болса, ол міндетті түрде қайнайды, қайнап шығады астын жақсылап. Ол шындық болатын нәрсе. Қазір мысалдарын келтіріп өтем. Жалпы present simple арқылы жасалатын conditionals ол zero conditionals деп аталады. Формуласы if немесе when, present simple болды. Осы жақпен жасалынады. If қосасыздар, present simple жасайсыздар. Болды. If I put the kettle on the gas, it boils. Егер мен чайнекті, немесе суды жаңағыдай газға қойсам, it boils. Ол қайнайды. I put, present simple, it boils, present simple. Яғни present simple жарқыл жасалады. Болды. Өте оңай conditionalстың бірі ол zero conditionals. Мысалдар тағы да айтып кететін болсам. When people eat too much, they get fat. Егер адамдар көп тамақ жесе, олар семіріп кетеді. When'ді if'қа ауыстырсаңыз да болады, if'ті when'ға ауыстырсаңыз да болады. Ақиқат қой, адамдар көп тамақ жей берсе, олар семіріп кетеді, ол рас. Snakes bite when they are scared. Жылан шағады, егер ол ашулы болып тұрса. Рас қой, жыландар ашуланып тұрса, шағып алатын, өте рас. Тістеп алатын. If babies are hungry, they cry. Бөпелер қарындары ашса жылайды. Себебі олар айта алмайды, менің қарным ашты деп. Олар жылау арқылы өзінің сезімдерін білдіреді. Көрдіңіздер ме? Шындық рас нәрсе. Дәл қазір болып жатқан оқиғаларды біз zero conditionals деп атаймыз. Рас нәрсе, болатын нәрсені айтамыз. Енді жаттығу жасаймыз. Мына жаттығуды мен сіздерге өздеріңіз пауза қылып жасап көрсеңіздер болады. Мысалы үшін, if you, мына жерде етістіктерді орнына дұрыс қою керек. Біз енді present simple жасалады деген өте оңай. If you, мына жерде mix, red and green you деген сияқты нелермен аласыздар. Екінші тапсырма. If babies hungry, they what they do? He always take. Қалай болады екен дұрыс жауабы? His umbrella when it rain. Қалай болатын өздеріңіз пауза қылып жасап көріңіздер. Мен қазір дұрыс жауабын экранға шығаратын боламын. Бұл сіздерді жай жаттықтыру үшін арналған кішігірім жаттығулар. Егер жасап болсаңыздар, мен сіздерге жауабын шығарайын. Міне қараңыздар. If you mix red and green, you get brown. Present simple. Жай ғана present simple. Ештеңе қоспаймыз. If деген бізде болды. Present simple. Mix. Егер сен red and green, қызыл және жасыл түсті араластырсаң, қоңыр түсті аласың. Ол рас қой, ондай түсті аламыз біз. If babies are hungry, егер бөпелер қарындары ашса, олар жылайды. Дұрыс. Барлығы өз ретімен келіп тұр. He always takes his umbrella when it rains. Ол үнемі өзінің қол шатырын алады, жаңбыр жауып тұрған кезде. Рас қой, жаңбыр жауады, қол шатырын біз аламыз. Жаңбыр жауған кезде міндетті түрде қол шатыр аламыз. Ол ақиқат, ол шындық. Сонымен zero conditionals дегеніміз ақиқат, шындық, 100% орындалатын іс-әрекет, дәл қазіргі сәтте болатын іс-әрекет. Сонымен достар, егер де сіздерде ұбт-да келетін грамматикалық сұрақтарды біразын іздеп жүрсеңіздер, онда ол менің YouTube каналымда бар. Менің каналымна тіркеле кетіңіз. Оқыған озады. Білімдінің күні жарық. Білімдеріңіз әрқашан сіздерді жетістікке жетелесін. Келесі кездескенше сау болыңыз.